Қайырлы таң, тікелей эфирде ақпарат Астана студиясында мен Гүлназ Әлімгерей. Аралдың тұзы Қытайға экспортталады. Екі тарап келісімге қол қойды. Ал осы айда жылына 300 мың тонна кальцийлендірілген сода шығаратын зауыттың құрылысы басталады. Экономиканы әртараптандыру мақсатында қолға алынған жоба арқылы 700-ге жуық адам жұмыспен қамтылады. Қазір еліміз кальцийлендірілген соданы Ресейден алып отыр. Жылына 400 мың тонна өнім импортталады. Егер өнім өзімізде шығарылса, сұраныстың 75%-ын қамтамасыз етуге мүмкіндік бар. Қажетті шикізат, тұз бен әктас. Оған қатысты мәселелер толық шешілді. Бұл жобаны іске асыру үшін Қытайдың трансұлттық компаниясы Хайси Дэшн содовая отрасль компаниясы менен бірлескен кәсіпорын құрылды. 3 жылдың ішінде осы зауытты салып болу деген жоспарымыз бар. 4 ірі тұтынушылар менен алдын ала өнімді сатып алу бойынша да келісімдер алдын ала жасалған. Жобаны жүзеге асырушы Аралтұз өркен деген кәсіпорын. Бір ауылдың тұрғындарын түгел жұмыспен қамтып отыр. 1200 адам еңбек етеді. Солардың бірі Аслан Жаңабаев, жас маман. Бұл жерде қазір 6 автомат жұмыс жасайды. 80, 90, 95 тоннаға шейін береді. Әр автомат, пикбак автоматы 15 тоннадан береді 8 сағатта. Тұздың түр-түрі бар. Ас тұзынан бастап малды бордақылау үшін жемге қосып беретін брикеттелген тұзға дейін шығарылады. Тұз міне осы жерден, яғни көлден қазылып алынады. Сосын ол өңделеді, байытылады, қапталады. Осы процестің барлығы жаңа технологияның көмегімен жүзеге асырылуда. Екі өңдеу цехымыз бар. Осы заманғы испан технологиясымен жабдықталған. Бұлардың тұзды майдалауы, оны тазалауы, оны нулевой помолға дейін жеткізу өте жоғары сапада істелінеді. Ас тұзына әлемдік нарықта сұраныс жоғары. Қазір кәсіпорын шығарған өнімінің 65%-ын Ресей, Қырғызстан, Әзербайжан, Грузия елдеріне экспорттап отыр. Ал 2019 жылдан бастап Аралдың бренді Қытайға тасымалданады. Қызылордадан Ақерке Берікбекқызы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Өткен жылы республика бойынша 670 мемлекеттік қызметші әдеп кодексін бұзған. Олардың 105-і дөрекілік танытқан. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі агенттік жанынан құрылған мониторингтік топ Ақмола облысында арнайы жиын өткізді. Әлеуметтік желілердегі 55 мыңнан астам аккаунт қаралып, талапқа сай келмейтін фотолар мен бейне жазбалар анықталған. Нәтижесінде 277 мемлекеттік қызметші тәртіптік жазаға тартылды. Әдеп нормаларын бұзудың алдын алу бағыты бойынша жаңадан институттар енгізілді. Ол институттар әдеп жөніндегі уәкіл және әдеп жөніндегі кеңес институттары. Бұлардың жұмысы, бұлардың мақсаты бұл мемлекеттік қызметшілердің әдеп нормаларын бұзушылығын алдын алу, оларға түсіндірме жұмыстарын жүргізу және мемлекеттік қызметшілердің талап қоя отырып, олардың әлеуметтік құқықтарын да жүзеге асыру мақсатында көптеген жұмыстар жүргізілуде. Шығыс Гутада содырлардың бақылауында қалған соңғы қала Думаға химиялық шабуыл жасалған болуы мүмкін. Бұл туралы Сирияда жұмыс істейтін дәрігерлер мен құтқарушылар мәлім етіп отыр. Олардың сөзінше, сәуірдің 7-сінде бұл қала тұрғындары хлордан уланған. Құрбандардың саны кем дегенде 70 адам. Шабуылдан зардап шеккен бейбіт тұрғындардың қатарында бала аз емес. Алайда бұл ақпаратты тәуелсіз дерек көздер растаған жоқ. Ал Сирия үкіметі болса оны жалған дейді. Берлин полициясы бүкіл қалаға қауіп төндіріп, теракт жасамақшы болған 6 адамды тұтқындады. Қамауға алынғандардың жас шамалары 18 бен 21 жас аралығында. Жергілікті баспасөз құралдарының хабарлауынша, олар жексенбі күні қалада өткен жартылай марафон кезінде шабуыл ұйымдастырмақшы болған. Ал неміс құқық қорғаушыларының мәліметтеріне сай, қылмыстық топтың басшысы жарыс қатысушылары мен көрермендерін пышақпен шабуылдауы тиіс еді. Және күдіктілердің біреуі жалға алған пәтерден жарылғыш заттың іздері табылған. Өзге ақпаратты тәртіп сақшылары әзірге жария етпей отыр. Венгриядағы парламенттік сайлауда қазіргі премьер-министр Виктор Орбанның билеуші коалициясы озып келеді. Осы кезге дейін дауыстардың 95% саналды. Сайлаушылардың 48-де 64% Фидес және Христиан-демократиялық ұлттық партиясы кіретін коалицияны қолдапты. Сөйтіп оған парламенттегі 199 депутаттық мандаттың 133-і бұйырып отыр. Екінші орында 20% дауысқа ие болған әсіре оңшыл Йоббик партиясы, ал үшінші орында социалистер.
Виктор Орбан Венгрияның министрлер кабинетін алғаш рет 98 жылы басқарып, осы қызметті бір мерзім атқарды. Ал 2010 жылы ол қайта премьер-министр болды. Осы жолғы жеңіс оған үкіметті 4-ші рет басқаруға мүмкіндік береді. Ел жаңалықтарына оралайық. Мемлекет басшысы ұсынған рухани жаңғыру бағдарламасы аясында бір жылдың ішінде қыруар жұмыс істелді. Әсіресе қолөнер шеберлері еліміздің саз аспаптары мен байырғы бұйымдардан заман талабына сай икемдеп, ұлттық ерекшелігін бұзбай қолданысқа енгізді. Соның арқасында бабаларымыздан жеткен жәдігерлердің жаңа үлгісі күнделікті тұрмыста қолданылатын деңгейге жетті. Әрбір үйдің төрінде ілулі тұратын домбыраға ерекше ықыласы ерекше, өйткені бұл ұлттық аспаптың құдіретіне қазір әлем назар аудара бастады. Сондықтан шеберлер де аспапты жасағанда оның дыбысының таза болуына баса мән береді. Тілшіміз Нұрлан Асқарұлы ата кәсіпті жалғастырған ұсталардың төзімді еңбегін көріп келді. Жолаушы Тұрдығұлов қанында бар қасиетті дамытып, ата кәсіпті әспеттеген шебер. Ол елбасы ұсынған рухани жаңғыру бағдарламасы жарияланғаннан кейін көпшіліктің ұлттық құндылықтарға деген ықыласы артты дейді. Әсіресе Астанадағы экспо көрмесі өткеннен соң қазақтың ұлттық аспабына шетелдіктерден сұраныс көбейген. Сондықтан ол арнайы ұстахана ашып, ұлттық аспаптарды жасаймын деген талапты жастарға білгенін үйретуге ден қойған. Осылайша рухани жаңғыру бағдарламасының жемісті жүзеге асуына өз үлесін қосып келеді. Осы бағдарлама пайда болғаннан бері біраз жұмыстар жасалып жатыр. Оның ішінде осы әртүрлі өтіп жатқан жаңағы байқау бәйгелер бар. Бірақ ол қазірдің өзінде бізге азшылық. Әрбір қазақ қолөнермен айналысатын болса, бізде жұмыссыздық та болмас еді. Сонымен қатар, егер жұмыссыздық болмаған жағдайда, біздің бұл экономикамызға да әсер етеді. Экономикамыз да көтерілер еді. Жалпы халықтың әл-ауқаты көтерілер еді. Айналып келгенде ұлттық өнеріміз бұдан да ары өрістер еді. Елжас Орынбасарұлы бейнелеу және сызу мамандығында 3-ші курста оқиды. Университет қабырғасында үйренген теориялық білімін осы шеберханада тәжірибемен ұштастырады. Сондықтан қазірдің өзінде ұсталықтың қыр-сырын әбден меңгеріп алған. Енді ол қазақтың ұлттық аспаптарын әлемдік деңгейдегі брендке айналдыруға кіріскен. Музыкалық аспаптарын, домбыраның жасалу технологиясы бойынша әлемдік аспаптармен әлемдік рынокқа шығарғым келеді, әрине дамыту, тек қана домбыра емес, қалғанда аспаптарды, жетіген, қобыз сияқты аспаптарды дамытып, одан ары әлемдік рынокқа шығарып, жаңа бәсекелес басқа аспаптармен, әлемдік, мысалы скрипкамен бәсекелес ретінде дамытып жасау. Сондай деңгейге жеткізсек, біздің де арманымыз, ұстаздарымыздың да арманы сол деп ойлаймын. Міне, мемлекет басшысының елдің рухын көтеріп, ұлттық құндылықтарын ұлықтауға арналған бағдарламасы жасқа да жасамысқа да дем берді. Жалпы қазір ұлттық аспаптар мен бұйымдарды жасаймын деген жастар көп, бірақ олардың барлығын үйрететін шеберхана аз. Сондықтан жолаушы Әбілғазыұлы келешекте бұл өнермен әрбір қазақ айналысса да артық етпейді дейді. Нұрлан Асқарұлы, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Петропавлда Мағжан оқулары өтті. Жыр жұлдызы Мағжан поэзиясы ұлттық руханият негізі атты әдеби байқау Ағиқ ақынның 125 жылдығына арналды. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өткен шара Теріскей мен Көкшетау және көршілес Омбының жас ақындарының басын қосты. Қатысушы ақын шығармашылығына баяндама арнап, өлеңдерін оқыды. Мағжанның шығармаларын көршілес Ресейдің жастары да өңірде тұрып жатқан өзге ұлт өкілдерді сүйіп оқитынын аңғартты. От адам, отпен ойнап сынар бағын, жүрек жанға жүгілмес, қуар сағым. Мағжан Жұмабаевтың көптеген өлеңдері қараңғылықты жойып, яғни күн болсам деп, оны жаңағы қараңғылықты жеңу болды оның негізгі мақсаты. Сол осы Мағжан Жұмабаевтың өлеңдерін оқып, біз болашақ біз жастармыз, мен жастарға сенемін демекші, мен де өзімнің Мағжан сияқты ақын болғым келеді. Ақпараттың келесі шығарылымы сағат түскі 1-де. Жаңалық күтіңіздер.